Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Эльмира. Бүгін біз сіздермен таңғы асқа және бескі шайға дайындайтын өте жұмсақ, үлпілдек, ішінде шоколады бар панкейктің рецепттерімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар: бөлме температурасындағы айран, ұн, шекер, жұмыртқа, қопсытқыш, сұйық май және сода. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранымызға ас содасын салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Содан соң ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, шекермен араластыратын боламыз. Шекер ерігенше толығымен араластыратын боламыз. Одан соң айранымызды құямыз. Айран мен ас содасын араластырғаннан кейін реакцияға ұшырап, көлемі ұлғаятын болады. Одан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты қосып, кішкене араластырып, екі бөліп қосатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Түйіршіктер қалып қоюы мүмкін. Мен осылай шанышқының көмегімен араластыратын боламын. Егер сізде миксер болса, миксермен араластырсаңыз, тезірек араласады және уақытты үнемдейтін боласыз. Сұйық майымызды құямыз және тағы кішкене араластыратын боламыз. Және қамырымыз дайын болды. Бізде осындай консистенцияда қамыр шықты. Орташа отта арнайы асты жабыспайтын антипригарный табамызға ешқандай май құймай, бір ас қасықтан құя отырып, үстіне кішкене осындай шоколад сала отырып, үстін кішкене жарты қасықтан қамырымызды құйып жабамыз. Қамырымыздың бетінде осындай кішкене тесіктер пайда бола бастағаннан кейін панкейктерімізді аударамыз келесі бетін пісіру үшін және қақпағын жауып пісіретін боламыз. Алғашқы панкейктеріміз дайын болды. Барлық панкейкті дәл осылай пісіретін боламыз. Егер сіздерде шоколад болмаса, нутелла немесе джем салсаңыз да болады, немесе мүлдем ештеңе салмасаңыз да болады. Өзі үлпілдек, дәмді болып шығады. Ешқандай қиындығы жоқ, барлығы да оп-оңай әрі тез пісетін панкейктердің осы рецептпен пісіріп көруге кеңес беремін. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуіңізді сұраймын, және де өз отзывтарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Барлығыңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Эльмира.